Сәлем достар. Бүгін біз Майнкрафт выживание сөзін боламыз. Менің екі үйім бар. Міне бірінші, мынау екінші үйім. Ана яқтағы 3 қабатты менің бірінші үйім. Қазір достар, ана бірінші үйімді таныстырам. Мен бірінші үйімді. Анаяқта менің жағымда қой бар екен. Мен кеттім. Достар, қазір бірінші мен қой қырқып жіберейін. Жаным жақсы көреді қой қырқығанды. Ақшысты блог аламын қайта. Қойға яқтасың. Паттам. Неки, мынау менің сандық не пеш қоятын жерлерім ғой. Қараңыздар, менің ақтарымды керемете. Не ақтарды, мына ақтарды. Неки пеш бар. Көрдіңіздер ме? Енді жүрің, міне екінші бөлме, бұл менің жатын бөлме, ұйықтайтын. Әлі ешнәрсе салған жоқпын бұл жаққа. Ал енді екінші қабатына көтерілейік. Мінеки менің шай ішу даланы тамашалайтын жер. Міне менің екінші үйімде көрінеді. Көрдіңіздер ма? Мен ана яқта мына үйді немесе ана яқта екінші үйді сатып жіберерін. Топан 64 алмазға сатып жіберерін. Ал міне менің үшінші қабат. Үшінші қабатта әлі ешнәрсе жоқ. Әзірше. Ал енді екінші үйін таныстырайын. Ана яқта екінші үйім. Кеттік. Хопу. Қой болса айтыңыздар достар. Мен олардың жүнін қырқып аламын. Жүнін қырқып аламын. Ой, әзірше қой жоқ екен. Қой жоқ, міне нәтижеде асфальт жол туып қойғанмын. Асфальт емес енді. Кәдімгі жолды тегістеп салғаным ғой. Күрекпен. Мінеки, менің екінші үйім. Демейе. Мінеки, хоп, мінеки. Мінеки менің үйім. Мынау екінші үйім болғандықтан әзір ешнәрсе қойған жоқпын. Мынаны білмеймін не қоятынды. Ал мынау жатын бөлмем. Ал мынау білмеймін мына бөлменінде. Ал мына бөлмені ойын бөлмесі қыламын ау деймін. Білмеймін. Ұмытып тұрмын. Ойын бөлмесі қылым. Компьютер қылып. Сондай қыламын ау деймін. Ал мынау кухня. Мынау лабиринт үй ғой. Мен бұда адасып кетесіңдер. Көрдіңіздер ма? Сосын мен де шахта қазып атқанмын. Шахта. Кеттім мен шахтама барайын достар. Жүріңдер шахтаға барайық. Тоқтаңыздар достар, менде не бар ма? Не бар екен ғой? Кирка бар екен ғой. Жақсы болды ғой. Железо іздеймін. Мен железо іздеймін. Мынау не? Жер шықты ғой. Астыңғы қабатынан жер шыққан жақ. Ыңғайсыз деген. Астыңғы қабатынан жер шықты ғой. Железо табылса ғой, железо. Күшті болатын еді. Немесе алмаз. Болмаса алмаз табылса екен. Алмаз, железо, золото, алтын. Табылса екен.
Бетеміз бұны. Ал енді кеттік. Қазуды жалғастырамыз. Астынан жер шықты. Тағы да. Ыңғайсыз екен. Айтсам да, мына шақта да ешнәрсе жоқ сияқты ғой. Ештеңе жоқ сияқты ғой. Шынымен де ешнәрсе жоқ сияқты. Шетке бір факел қойып жіберейік. Опи. Тағы. Мындай кирка, деревянная кирка. Шашып кеттім ғой. Тағыдан үстіне шақта қазайын. Тағыдасын қалып. Ой, достар, қараңғылатып кеш батты, ұйықтау керек, достар. Зомбилар келіп қалады. Болсаңшы, тез жүгір. Мына үйге қона салайын. Өзімнің үйім ғой. Зомбилар келмей тұрғанда ұйықтап қалу керек. Достар, ұйықтап жатырмын. Ұйқыдан тұрдым. Жақсы тұрдым. Енді жаңағы шақтама барайын. Кеттім ал. Осы бір есіктен шыға алмаймын да? Кім? Қасына келмейсің. Үстей дамет бір. Скелет болса. Өтпейді, ол атады. Мына аяққа барайықшы.
Железо. Алмаз. Салато шықсаңдаршы. Толмай. Yo, мен жеменмін бәне. Әне. Бош шықсаңдаршы. Істеп алу керек. Факел. Факел істеу керек ма? Факел керек. Мынаны бір рет қасып тастайықшы. Бір қонақтың балка алып келем. Одан кейін сол. Факел. Достар, уақытта бітіпті. Уақытта таяды. Енді сіздермен қоштасу керек. Сау болыңыздар, достар. Екінші бөлім тағатсыздана күтіңіздер. Біз екінші бөлімде шахта қазып алмаз, сондай аламыз. Күтіңіздер бізді екінші бөлімін. Сау болыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, комментарийға күшті сөздер жазыңыздар. Сау болыңыздар.